Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқу 13-ші сабақ. Бүгінгі тақырып киіктің айласы. Бүгінгі сабақта мәтіннен қажетті ақпараттарды тауып белгі қоясың. Бірінші тапсырма: өлеңді түсініп оқы. Ақсақ киік. Арқаның бетпақ деген даласы бар, бетпақ шөл ойлы-қырлы панасы бар. Сол шөлде ел жоқ, күн жоқ, өсіп өнген жәндіктің киік деген баласы бар. Киікті қазақ және дейді бөкен, бетпақты бұл бейшара қылған мекен. Бекеннен сұлу аңды мен көрмедім, өзге аңға жануарды тең көрмедім. Көздері мөлдірген ақ бөкенді, адамның баласынан кем көрмедім. Сәкен Сейфуллин. Келесі екінші тапсырма: оқылатын шығармада қандай оқиға туралы айтылатынын болжап, өз ойыңды дәлелде. Киіктер суатқа су ішуге келгенде оларды аш қасқырлар аңдып тұрады. Қасқырлар шабуыл жасағанда киіктер қашып құтылады. Сол кезде бір ақсақ теке әдейі қасқырларды өзіне қарай бұрып, оларды адастыру үшін басқа жаққа қаша бастайды. Теке кейде тоқтап, қайта қашып қасқырларды әбден шаршатып айламен құтылады. Сөйтіп басқа киіктерді де аман алып қалады. Бұл жерде ақыл мен айла күштен мықты. Киік күшпен емес, тапқырлығымен жаудан аман қалды. Келесі үшінші тапсырма: мәтінді түсініп оқы. Киіктің айласы. Әрбір жабайы аң мен жануардың жаулардан сақтанатын қару құралы немесе айла тәсілі болады. Қасқырдың қаруы тіс, қабанның қаруы азу. Ақбөкен сияқты жануарларда ондай қару жоқ. Олардың сүйенері аяқтары. Қасқыр қуса олар қашып құтылады. Күз айының шуақты бір күні еді. Сәске кезінде бір топ киік өзінің лақтарын ертіп суатқа келді. Олар жапа-тармағай су іше бастады. Тоғай тасасында бір топ аш қасқыр оларды аңдып күтіп отырған. Қасқырлар ауыздарын араңдай ашып киіктерге тап берісті. Дүр етіп үріккен киіктер жоса жөнелді. Ал бір ақсақ теке олардан дараланып судың шығыс жағына қарай бөліне қашты. Көп киіктің алыстап кеткенін көрген қасқырлар бұйырғаны осы болды дегендей тұс-тұсынан текеге лап қойды. Теке шошақтай жортып қасқырлардан қарасын үзер емес, таяқ сілтеп жерде ғана кетіп барады. Әне жетем, міне жетем деп қуған аш қасқырлар шаршап талықси бастады. Қасқырлар баяуласа теке оларға қарап тура қалады. Аш бөрілер салпақтап тағы қуады. Осы шоқырақпен олар өзеннен 20 шақырымдай ұзап шықты. Бір уақытта әлгі ақсақ теке орғып бір-екі секірді де белден асып ғайып болды. Үздік-создық ырсылдай діңкесі құрыған қасқырлар тілдері салақтап әр жерде шоқиып отырып қалды. Әлгі теке шынында ақсақ емес еді. Өзінің үйірін, буынын, қатаймаған лақтарын аман сақтап қалу үшін өтірік ақсап айла етті. Сөйтіп ол қасқырларды басқа жаққа адастырып әкетті. Киіктің бір текесі 10 шақты қасқырды осылайша алдап кетті. Дала жануарларының ішінде ақбөкеннен жүйрігі жоқ. Өздері мейлінше сұлу болады. Қой секілді олар да шөп жеп қоректенеді. Олардың адамға ешбір залалы жоқ. Киіктің жаңа туған лағын құралай деп атайды. Оны атпайды. Әуелбек Қоңыратбаев. Төртінші тапсырма: түсініп оқы. Мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Әуелбек Қоңыратбаев, ғалым, әдебиет зерттеушісі. Ол 1905 жыл мен 1986 жыл аралығында өмір сүрген. Қызылорда облысында туған. Балаларға арналған «Жеті алып», «Сұр көшек» деген кітаптары бар. Балалар келесі 5-ші тапсырмада суретті пайдаланып мәтінді әңгімеле дейді. Бір топ киік суатқа су ішуге келгенде оларға аш қасқырлар тап береді. Қорқып кеткен олар жан-жаққа қаша бастайды. Араларынан бір ақсақ теке лақтарын аман алып қалу үшін қасқырларды әдейі басқа жаққа адастырып алып кетеді. Алтыншы тапсырма: мәтінге сүйеніп байланысу сызықтарын жүргіз дейді. Бұл жерде балалар таяқ сілтем, жер дегеніміз жақын деген, деңкесі құрыған, шаршаған деген мағынаны береді. Залалы деген зияны деген сөз екен. Балалар, соңғы тапсырма: мәтіннен ақбөкен туралы қандай ақпараттар алдыңдар? Ақбөкен өте ақылды және сұлу жануар, қой сияқты жуас. Олар аяқтарының шапшаңдығымен және ақылдылығымен жаудан өздерін қорғайды. Олардың адамға зияны жоқ. Ақбөкеннің лағын құралай деп атайды екен балалар.
Балалар, сабақ аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.